Қымбатты көрермендер, дәл қазір біз Семей қаласының бейбітшілік аралында тұрмыз. Бұған дейін біз жұмыстар бастаған уақытта түсірілім тобымызбен келген болатынбыз. Араға міне уақыт салып, бейбітшілік аралындағы жұмыстар аяқталуда. Яғни балаларға арналған темір жол алдағы уақытта іске қосылмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Қалпына келтіру жобасы 2023 жылы басталған болатын. Бұған дейін балалар темір жолы 1979 жылы Семей қаласында салынған болатын. Ал 7 жылдан кейін вокзал ғимараты мен қосымша станциялар пайда болды. 1995 жылы балалар темір жолын пайдалану тоқтатылды. Қазіргі уақытта көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі таңда балалар темір жолының құрылысы соңғы сатысында тұр. Барлық конструкциялар заманауи қауіпсіздік пен жайлылық талаптарын ескере отырып жасалған. Айта кетерлігі, кіші Түрксіб темір жолын іске қосу арқылы аралға қатынайтын автокөліктер көпіріне шектеу қою көзделуде. Ондағы мақсат ерекше табиғаты бар әрі тарихи мәнге ие арал келбетін сақтап қалу болып отыр. Жаз айының басында түсірілім тобымызбен келген болатынбыз. Ол уақытта мұнда тек қызу жұмыс басталған болатын. Ал қазір көріп отырғандарыңыздай танымастай жөндеу жұмыстары аяқталып, тамаша нәтиже шығуда.